Yenkey, al bismillah. Qaysar ağamыздың mine Asqartov akesi Berkinbek atamыздың көзі тірі болғанда 80 жасқа толған болар еді ардақтан ағайын. Бет ашар жалау салым 80.000 теңге бар боласыздар. Беркінбек атамыздың інісі Қайсар ағамыздың міне көкесі Еркінбек көкеміздің көзі тірі болғанда 70 жасқа толған болар еді. 70.000 теңгені келіп аласыздар. Қайнаңыздар жігіттер. Кәсіпті ат иелері бірге келіп отырасыздар. Салым 50-де 50. Қайнаңыздар ойнап тұрып шауып алыңыздар. Бәрекелді мына нұр болсын. Тайсын балуанын көкпарды көтеріп жатыр ардақтан ағайын. Бегалы атаның немересі Нұрғали көкеміздің баласы. Жарықтөбе ауылдық округі Достық елді мекені. Тайсын мықты бол, енді балуан мықты бол. Алғашқы жалау салым ардақтан ағайын. 80.000 теңге бар боласыздар, 70.000 теңгені келіп аласыздар, ойнап күліп шауып алыңыздар. Қайнаңыздар. Көкпар жерде қалды. Ойнап күліп шауып алыңыздар. Медет палуан мықты бол, Медет палуан мықты бол. Медет палуан мықты бол. Көтер. Мұнан артта кім? Дастан артта кім? Қартай. Сартай балуанға міне көкпар тиіп жатыр, көкпар келмеді. Қайыр бол. Алға бастан келген Ербол мырза, сізді Дәурен балуан, Еркін көкеміздің баласы Дәурен балуан шақыртып жатыр. Көтер көкпар міне Еркін көкеміздің баласы. Дастан балуанның тақымынан тиді ардақтан ағайын. Алғашқы жұп салым. Көзі тірі болғанда 80 жасқа толған болар еді. 80.000 теңге бар боласыздар. Дастан балуанның міне тақымынан көкпар тиді ардақтан ағайын. Бағлан палуан міне Сапарбек көкеміздің баласы. Бағлан палуан міне Жылысу елді мекені Жақсылық әулеті. Бағлан палуанның тақымына алғашқы жұп салым міне 80.000 теңге бар боласыздар дегеніміз, ойнап күліп шауып алыңыздар. Лесбек әулеті кәсіпті нәсіпті мына ардақтан ағайын. Қайсар ағамыздың елден бата алып бергелі жатқан дүбірлі додалы көкпары алғашқы жұп салым. Бағлан палуанның міне тақымында бара жатыр. Бәрекелді төменгі мәре салынды ардақтан ағайын. 80.000 теңге салым, беташар жалау салымды төменгі мәрені Таскескеннен келген ел ағасы Таңсық көкеміздің дракон атты сәйгүлігіменен Әлжан мырзаның баптауындағы Сапарбек көкеміздің баласы Бағлан палуан тастады ардақтан ағайын.